Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тақия тігуді үйренетін боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Тақия тігу үшін бізге велюр, фетр және де паутинка керек болады. Ең алдымен матамызды осылай белгілеп аламыз. Және де бізге радиусын табуымыз қажет. Радиусын табу үшін, шеңбердің радиусын табу үшін бас өлшемін 2-ге бөлдім, оны 2,9-ға бөлдім. Бас өлшемі 53, 53-ті 2-ге бөлдім, одан кейін оны 2-де 9-ға бөлдім. Сонда менде 9 шықты. 9-ды осылай жан жағынан белгілеп, осылай шеңбер қылдырып, сызып қосып алам. Енді біздің бас өлшеміміз қанша, соны осылай лентаның көмегімен айналдырып өлшеп аламыз. 53-ті осы шеңбердің бойынан тауып алдым да белгіледім. Осы жақты үшбұрыш етіп сызып алдым. Міне мен маталарымды қиып дайындап алдым. Ұзын матаның менде ені 10 см велюр, ал фетр 5 см. Ұзындығы бас өлшемі плюс 1 см. Фетрдан да осылай қиып дайындап алдым. Енді паутинкамен бір-біріне жабыстыратын боламыз. Велюрдің үстіне паутинка қоямыз, оның үстіне фетрді қойып, оның үстіне тағы да паутинканы қойып, осылай бүктеп, сыртынан үтікпен басып шығамыз. Тақияның төбесінде дәл солай жасайтын боламыз. Міне мен үтіктеп алдым. Енді шетінде тұрған артық маталарды осылай қиып алып тастаймыз. Енді бізге тақияның төбесін тігуіміз қажет. Оң бетінен осылай сыртынан зигзагпен тігіп шығатын боламыз. Міне төбесін тігіп шықтым. Енді шетін тігуіміз қажет. Шеттерін осылай қосып, зигзагпен сыртынан тігіп шығамыз. Енді бізге тақияларымызды бір-біріне қосуымыз қажет. Артқы тігістерін бір-біріне келтіріп, тігіп шығамыз. Сыртынан зигзагпен тігіп шығамыз. Мен сәндік үшін осындай жылтыр жіпті қолданатын боламын. Ортасына қосып, осыны тігіп жіберетін боламын. Дәл видеодағыдай аяғына дейін осылай айналдырып тігесіздер зигзагпен. Міне біздің тақиямыз дайын болды. Өте оңай, тез тігіледі. Сіздер де тігіп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.